Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Заманауи мұғалім YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ойын ұнаса видеоға лайк басыңыздар. Енді бүгінгі біздің осы жерде мен көрсететін ойын сіздерге осындай ұлттық құндылыққа байланысты тағы бір ойын түрін құрастырдым, яғни ұлттық құндылықтар деп аталады. Бұл жерде слайд саны 26 слайд, 5 кезеңнен тұратын ойын түрі, 3 топ қатысуға болады. Немесе мына жерге тағы да қосымша 4 топ, 2 топ етіп қысқартып қосып ойнатуға да болады. Сосын әрбір өзінің кезеңнің тақырыптары бар и тақырыпқа байланысты ойындар көрсетілген. Енді бәрін мен бір-бірлеп ашып көрсетейін. Бір-бірлеп емес, басынан бастап ашамыз. Өзі фонында звугі бар, қазір ашамыз. Сначала осылай басталады. Бұл жерде артында өзінің звугі бар. Дауыс шығып тұр. Мен жай етіп қойдым видео түсіру үшін. Ойынды бастау деген батырмаға басамыз. Бұл жерде 3 топ, бірінші кезеңнен бастаймыз. Бұл жерде мына жерде ұлттық киімдерге байланысты ойлану керек болса, мына жерде 10 секунд уақыт бар. Қосам, өшіру керек болса, бір рет басып өшіремін. Дұрыс жауабы купе. Келесі. Бұл жерде мысалы бір қате жауап беріліп осындай болып шығады. 3 жауап болса мынандай болады. Енді осылай ойнатып шығасыздар. Мына жерде 6 сұрақ жазылған ұлттық киімдерге байланысты. Яғни бір топқа 2 сұрақтан жауап береді. Мысалы мына топ 10 ұпай алды, мына топ 20 ұпай алды, мына топта мысалы қате жауап берді, дұрыс жауап бере алмады 2 сұраққа да деп не қылсаңыздар болады. Яғни осылай ұпай беріп отырасыздар. Сосын екінші кезең, бұл жерде музыкалық аспаптар, оны мына жерде қосамыз, саған бір рет бастап осылай қосылады, өшіреміз, тексеру арқылы осылай домбыра шығады мысалы. Уақыт бар бұлда да. Келесі қандай аспап бізде? Асатая сияқты. Келесін қосып көрейік. Бұл бізде. Яғни осындай бұл шаблонда да мынандай өзінің 6 сұрақ, әрбір кезеңде 6 сұрақтан құрастырылған, яғни 3 топқа 2 сұрақтан келеді. Енді мына жерде мысалы 2 балл алды, 1 балл алды, қосымша 2 балл алды деп қосып отырсаңыздар, соңында кім жеңімпаз болғанын анықтауға болады. Енді 3-ші кезеңді көрсетіп өтейін. 3-ші кезең бізде мынандай ұлттық тағамдарға байланысты. Бұл жерде де 10 секунд уақыт беріліп, сол уақыттың ішінде ойланып жауап беріп, одан кейін тексеру деген батырма арқылы ұлттық тағамның атауын анықтаймыз. Бұлай өткізетін болсақ, мына жерде 6 не бәрі бар. Мынандай болып не бар. Енді бұны қазір уақыт өткізбек. Үшқыр ойын деген бар, үшқыр ой. Бұл да енді салт дәстүрге байланысты. Қаз балам, қадам бассаң мәз болам деген әнді қай тойда айтады? Сұрақ қойылады. Одан кейін Тұсаукесер той. Осындай жауабымен айтылады. Енді тағы бір қосып көрсетейін. Тұсаукесер деген қандай дәстүр? Сәбиді қас тұрғаннан кейін тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын көріп ырым. Осылай айтылады. Ол үшін арнайы ала жіп дайындалады. Бұл ала жіп аттамасын деген ұғымнан шыққан. Сол жіппен баланың аяғын кәдімгідей тұсап, оны аяғын жылдан басатын әйелге қидырады. Сүріншек жайбасар адамдарға кестірмей. Осындай информация айтып өтеді. Одан кейін соңғысы бұл жерде жай ғана сұрақ жауап бұл ұлттық ойындарға байланысты. Енді бәр кезеңнен өтіп болғаннан кейін осылай бағалайсыздар. Ойынды аяқтау деген арқылы аяқтайсыздар. Жалпы бұл ойында мен көрсетпедім бәрін, барлық ұяшықты ашқан жоқпын, бірақ мынау ұяшықтар мысалы ұлттық киімдерге байланысты сұрақтар барлығы осындай суреттермен көрсетілген. Одан кейін ұлттық аспаптар мына жерде көрсетейін. Барлығының дауыстары өзінің ішінде. Ұлттық тағамдар мынандай айналып тұратын қымыз, бауырсақ барлығы бар. Сосын салт дәстүрге байланысты сұрақтар. Одан кейін ұлттық ойындарға байланысты сұрақтар 6 сұрақтан барлығында дайын етіп құрастырылған. Жалпы осы ойын керек болса, маған комментарий арқылы өтіп жазыңыздар. Сол жерде толығырақ айтатын боламын. Жалпы бұл ұлттық құндылықтардың екінші шаблоны.